Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің есімім Жалғасбек, фамилиям Дүйсебаев. Соңғы уақыттарда саяси баптармен қудаланып жатқан адамдарды көбейіп бара жатқанын білесіздер. Соның бірі жерлесім, құрдасым, досым Айбек Абдурахманов. Менің ойымша соңғы уақыттарда арамыздағы қазақтың белсенділері, азаматтары, тарихшылары Айбек Абдурахманов сияқты қазақтың тарихын, ойын ашық жеткізіп алатын жандарға бір қарсы күш бар сияқты. Тарихшы адам әрқашанда дәлелді жазбаша түрде фактілерге сүйенеді. Оны айыптайтындай менің ойымша себеп жоқ. Сол үшін де Айбекке қарсы 174-ші бап Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексімен жүргізіліп жатқан іс тоқтатылуын сұраймын. Айбектің YouTube каналы «Глазами истории» деп аталады. Орыс тілде жазылады. Қазақстанның орыс тілді азаматтарына оқып, сол кісілер оқып, қазақтың шынайы тарихын білсін деп жазған деп ойлаймын. Сондықтан барлығыңыз да оқып, соған бір қорытынды шығарыңыздар. Осы TikTokқа, басқа да Айбекке бостандық, әділеттік болсын деген сөздерді жазып жүруіңізді сұраймын.